Кітап нөмір 134 Бердібек Соқпақбаевтың «Ергежейлі еліне саяхат» деген хикаяты түскен, оқып шықтық. Жалпы кітаптың өзі 84 беттен тұрады. Ішінде «Ергежейлі еліне саяхат» деген хикаят және екі әңгіме енген екен. Енді бірінші хикаятқа тоқталайық. Жалпы хикаяттың бірінші жақтан баяндалады. Әйелімді дейді, Семей жаққа 4 күніне бала-шағаммен аттандырып, өзім балконға шығып, Алматының ыстық салқын кешінде балконға жатпақшы болып дейді. Төсегім салып жатқан бір уақытта үстіме бір өзім секілді кішкентай ғана бір адам қонды дейді. Басқа планетадан ұшып келген секілді. Басында екеуміз тіл табыса алмай, содан кейін бір-бірімізге дұрыс көзқарасты екенімізді білдіріп, сонымен әйелім жаңағы 4 күннен келгенше дейін сол кішкентай адамға кішкентай үй жасап бердім дейді. Көшеге алып шықтым, портфелін жыртып тесіп, ортасынан саңылау жасап, қаланы аралаттым. Және сондай бір ұқыпты, зейінді кішкентай адам екен дейді. Ергежейлі қазақ тілге де тез үйреніп кетті дейді. Біраз уақыттан кейін екеуміз кәдімгідей қазақша сөйлесетін болдық дейді. Сонымен сондай көптеген қызықты оқиғалар болғаннан кейін жолдасым жаңағы әйелім бала-шағамда келді дейді. Сол кезде әйеліме көрсеттім ол ергежейлі адамды. Және кейін екі балам оны таласып, ойыншық екен деп, қуыршақ екен деп өлтіріп қоя жаздады. Сонымен кейін ақырында ергежейлі адамды мемлекеттің президентіне қабылдауына барып, осындай жағдайды түсіндіріп көрсеттім дейді. Сонымен ол кісі қолдау көрсетіп, ергежейлі еліне ол кісіні аттандырды дейді. Сонымен біраз уақыт өткеннен кейін маған сыртқы істер министрлігінен шақырту түсті дейді. Барсам, сізді осылай ергежейлі еліне шақырып жатыр деген ұсыныс жасады. Сол ұсынысқа орай мен Мәскеуге барып, Мәскеуден ары қарай ергежейлі еліне саяхат жасадым. Енді бұл жерде көбінесе Гулливердің жаңағы оқиғалары, басты кешкендері шығармасына нұсқау жаңағыдай екпін келтіреді, сілтеме жасайды. Және сол секілді бұл кісіде бәленбай күн ұшақпен ұштым, одан кейін жаңағыдай көлікпен жүрдім деген секілді тік ұшақпен бір жерге барып қондым дейді. Сонымен мені ергежейлі еліндегі сол мені үйіме келген, оның аты айтпақшы елдесер мені қабылдап алды дейді. Олар сондай бір үлкен ергежейлілердің елі екен дейді. Соның Мильдендо деген астанасына бардық. Сол астананың елдің президенті Жасаболда мені қарсы алып, сондай керемет ұлан-асыр той жасады дейді. Жалпы ергежейлі елінде бір айға жуық болдым дейді. Армия деген мүлдем жоқ екен дейді. Жаңағы тәртіп сақтайтын сақшылар ғана бар екен дейді. Және көптеген жаңағыдай, қазір мен оқып берейін, мынандай қызықты жайттар бар екен. Ергежейлі елінде бір ай болғанда мен көшеде мас болып жүрген біреуді көрген емеспін дейді. Мас болуды мұнда масқарашылық деп қарайды. Көшеге мас болып шықса, ешкімге тиіссін, тиіспесін апарып қамайды да жазаға тартады дейді. Ергежейлі елінде бірлі жарым болмаса, әйелдер жұмыс істемейді екен. Бұл қалай деп таңырқап сұрағанымда, әйелдер үй ішіне қарайды, балаларын тәрбиелейді. Бұл аз жұмыс па деген жауап естідім дейді. Сол секілді жаңағыдай некелесу үшін де бірталай жағдай керек. Бойжеткен қыздар күйеуге шықпас бұрын арнайы курстан өтіп, аналық паса диплом алуы шарт дейді. Онда олар үйді ұстай білу, тамақ істеуді, киім тігуді, бала күтуді, күйеумен сыйласуды, қонақ қабылдауды, тағы басқа үйренеді. Ол кім көрінгенге берілмейді дейді. Белгілі бір мамандыққа ие болған, семьясын бағуға шамасы келетін, дені сау, ақыл ойдан кемшілік жоқ жігіттерге беріледі. Алды артын ойламай, сүйдік күйдік деп бүгін некелесіп, ертең ырың-жырың ажырасып жүру деген бұл елде кездеспейді екен. Енді жалпы бұл жаңағы хикаятта Бердібек ағамыздың сондай бір ұшқыр ойы мен ұтқыр қиялынан шыққан жаңағы шығармасы болып табылады. Және өзінің адам іштей нені армандаса, елінің қандай болған, сол кісі сол арқылы ергежейлі елін
сипаттау арқылы сол кездегі шындықты айта білген екен. Және бұның екінші жағы бар. Сол жақсы елге қарама-қарсы Блефуску деген жау ел болады, екіге бөлінген. Сол Блефускудың кезінде бір жұмыртқа үшін екіге бөлінген елдің сондай бір жаулығы көптеген жылдарға соғысқа ұласқан екен. Және Блефуску өздері Мато деген бір қару ойлап тауып, соны жүзеге асырмақшы болып жатады. Және осы ергежейлі елінен қайтар кезде сол Мато қаруы жарылып, Блефуску деген елдің өздері әуре сарсаң болып жатады. Өрт шығып, керемет сондай бір қиыншылыққа тап болады. Сонда бұл жерде ол кісінің айтқысы келгені, сол кездегі атом сынақтары, сол кездегі жалпы әлеуметтік жағдай, саяси қайшылықтардың барлығын осы ергежейлі елдері арқылы керемет астарлап жеткізген ғой Бердібек Соқпақбаев. Және бір қызығы, бұл шығарма 1966 жылы жазылған екен. Бердібек ағамыздың 42 жасында жазылған. Және ол кісі айтады, мен бұны дейді Жұлдыз журналына апарып баспақшы болғам дейді, бірақ ондағы бас редактор идеялық тұрғыдан қанағаттандырмайды деп бұны баспай қойды дейді. Сонымен астынан өзі ол кісі келтіреді, автор, билік кімде болса соның сөзі дұрыс деп. 66 жылы басылмаған бұл шығарма кейіннен басылып шыққан екен, және сондай бір астарлы мағыналар керемет келтірген. Сонымен бұл бірінші хикаят 73 беттен тұратын, одан кейін 2 әңгімесі енген бұл кітапқа. Біріншісі Балапан Торғай деген кәдімгі өзіміздің қожа және жантас туралы. Сол балапанды қорғап жүрген қожа мен оған кесірін тигізбекші болған жантас туралы. Үшіншісі ағаштар неге ашуланды деген шығарма, әңгіме. Алмабек деген жігіттің есік алдына жаңағы бұталарды егіп қойып, бірақ қарамай, түбін қопсытпай, сонымен ақыр орманға шыққан кезде олар Алмабекке ашу төккендерін, зәрін төккендерін, және соның соның салдарынан Алмабек жаңағыдай түсініп, кейін сол бұтаны күтіп бағуға ден қоюы жазылған. Балаларға жақсы бір үлгі болатындай әңгіме екен. Жалпы жақсы орта жастағы мектеп оқушыларына да оқуға болатын жақсы шығармалар. Енді келесіге өтейік. Келесі оқитын кітабымыз Қалқаман Әбдіқадыров, Қажымұқан.